أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتوقا وإخلاصا يا رب العالمين اللهم يفقهه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي әлемдерді жоқтан барлығын біздерге шексіз нығмет берген Алла субхану ва тағала хамду сана шексіз мақтау болсын. Және ардақты пайғамбарымызға Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва алейхи уассаламға сансыз салауаттар болсын. Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз ол нәпсіні шынықтыру, яғни нәпсіні тәрбиелеу. Бір мұсылман адам үшін өте маңызды нәпсіні тәрбиелеу. Өйткені нәпсі өз ішінде жамандыққа бастаушы және айыптаушы, сөгуші, одан кейін барып тыныштық тапқан, жай тапқан нәпсі болып үшке бөлінеді. Ол жөнінде Алла субхану ва тағала қасиетті Құранның Юсуф сүресінде жамандыққа бастаушы нәпсі жөнінде وَمَا أُبَرِّئُ النَّفْسِ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ деп айтады. Яғни, мен нәпсімді ақтамаймын, шын мәнінде нәпсі ол адамды жамандыққа бастаушы. Өйткені нәпсінің өзіне салатын болсан, нәпсі не істейді адамды? Адамды жамандыққа, күнәлі істерге, ішіп жем, тағы басқа сияқты нәрселерді бастайды, сол нәрсеге үгіттейді. Ал енді екінші нәпсінің түрі Қиямет сүресінде келгендегідей وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ дейді. Алла субхану ва тағала айтып жатыр, сондай жазғырушы нәпсіге серт болсын деп жатыр. Демек, бұл екінші түр екен. Адам баласы жазғырушы нәпсі дегеніміз қалай? Жазғырушы нәпсі дегеніміз ол адам баласы бір күнә істеп қойса, сол күнәні неге істедің деп өзін жазғыратын. Ал енді бір жақсылық істейтін болса, неге бұл жақсылықты аз істедің, неге бұдан көбірек істемедің деп өзін жазғыратын нәпсі. Бұл нәпсінің екіншісі. Ал енді нәпсінің үшіншісі бұл ең жоғарғы дәрежедегі. Бұл нәфсул мутмаинна дейді. Фәджр сүресінде келеді. Яғни тыныштық тапқан, жай тапқан нәпсі. Өйткені жай тапқан нәпсінің артықшылығы бұл дәрежесі ең жоғарғысы. Бұл Аллаға шынайы иман еткен, Аллаға шын мәнінде тәуекел қылған, бүкіл істерінде Алламен болған, бүкіл істерін Аллаға тапсырып, жаны, нәпсі, тыныштық тапқан нәпсі. Енді бұдан кейін Алла субхану ва тағала мына қасиетті Құранның Шәмс сүресінде айтады: «Қад афлаха ман заккаха». Енді нәпсін тазартқандар, олар құтылды, «Ва қад хаба ман дәссаха» дейді. Ал енді оны кім кірлетсе, ол қор болды деп келтіреді. Демек, бір адам үшін, бір мұсылман адам үшін нәпсісін таза ұстау, нәпсісін кірлетпеу өте маңызды істерден екендігін осы Құран аяттарынан ақ біздерге белгілі болады екен. Ал енді Назиғат сүресінде Алла Тағала وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى деп айтады. Ал енді кімде-кім өзінің мақамының, өзінің орнының, яғни Алла Тағаланың құзырында болудан, яғни жаман істер жасау арқылы Алланың құзырына барудан қорқатын болса, және сол қорыққандығы себебінен өзінің нәпсісін, яғни өзінің нәпсілік қалауларын тыятын болса, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ол үшін мәңгілік қалатын жәннат бар. Астынан өзендер ағатын сондай бір жәннаттың бар екендігін айтып жатыр. Яғни мына Құранның аятында кімде-кім Алланың құзырына күнәлі істермен барудан қорқса, күнәлі істермен барған кезде Алланың жанындағы мақамынан қорқатын болса, сөйтіп қорқып ол өзінің нәпсісін жамандықтардан тыйып, жақсы жаққа қарата өзінің нәпсісін үгіттейтін, бастайтын болса, ол адамның орнының жәннат екендігін айтқан. Енді нәпсіні тәрбиелеудің, нәпсіні бір жүйеге қоюдың, нәпсіні шынықтырудың мынандай жолдары бар екен. Нәпсіні тойымсыз нәрселерден, яғни ұйқы,
көп тамақ жеу деген нәрселерден тыятын болса, және оны істеген кезде де оның өлшемімен жасау. Яғни біз айтпаймыз, мүлде тамақ жеме, мүлде ұйықтама деп айтпаймыз. Яғни тойымсыз тамақ жеуден және уақытын бәрін ұйқыменен өткізуде, бұл да нәпсіні керісінше жаман жаққа бастауға алып келеді. Ал нәпсіні тәрбиелеу үшін ұйқыны өлшемменен және тамақ жеген кезде өлшемменен тамақты жеу. Одан кейінгісі мұсылман адамның істеу керек болған дүниесі бұл Алланы көбірек еске алу. Алланы көбірек еске алу арқылы жаман істерден тыйылу. Алланы әрдайым зікір қылып жүру. Тағы да одан кейінгі істеу керек болған дүниеміз бұл тақуа адамдармен бірге болу. Жақсы діндар, жақсы адамдармен бірге болып, солардың мәжілісінде бірге отыру. Өйткені бізде қазақта айтады, сен маған досыңның кім екенін айт, мен саған сенің кім екеніңді айтам деген екен. Демек, адам баласы өзінің ортасына қарай, өзінің қоғамына қарай, өзінің жолдастарына қарай бет алып, солардың мінез құлықтарын, солардың әдеттерін өзінің бойына сіңіреді екен. Және Аллаға көп құлшылық істеген адам, Аллаға көп құлшылық жасап, намаздарын шынайы ықыласпен, шынайы ниетпен орындаған адам. Өйткені қасиетті Құранда Алла Тағала «Инна салата танха анил фахшаи вал мункар» деп айтады. Расында намаз адамды арсыздықтан, ұятсыздықтан, сол сияқты жаман нәрселердің барлығынан тыятындығын айтады. Демек, мұсылман адам қандай да бір істер болатын болса, сол істер алдында тақуалық қылып, Алладан қорқып, және бұл істеп жатырған ісім дұрыс па, дұрыс емес пе деп өзінің істерін таразылай білу керек. Сонда ғана адамның нәпсі тәрбиеленеді, және біздің істеген амалдарымыздың, қылып жатырған құлшылықтарымызға да бірден бір әсері болады екен. Алла субхана ва тағала баршамызға жақсылық берсін. Алла Тағала нәпсіміздің тәрбиеленген күйде осы қасиетті Рамазан айынан шығуымызды, осы Рамазаннан келесі Рамазандарға аман есен жетуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Ва ахири дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.